Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін қарапайым ингредиенттерден тұратын өте дәмді пирогтың рецептісімен бөлісемін. Бізге қажет ұн, қант, бөлме температурасындағы май, разрыхлитель, жұмыртқа және де тосап. Алдымен разрыхлительді ұнға сеуіп араластырып аламыз, артынан майды үккіштен өткіземіз. Майды үккіштен өткізіп болған соң, барлығын осылайша араластырамыз. Екі жұмыртқа салып, артынан қант салып, барлығын тағы да араластырып, қамыр илейтін боламыз. Міне бізде осындай қамыр дайын болды. Енді бұны жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Тосап, яғни варенье міндетті түрде қою болу керек. Менде кішкене сұйық болғандықтан аз мөлшерде ұн қосып араластырдым. Жарты сағатымыз өтті. Қамырдың 1/4 бөлігін алып, жеке қойып қоямын. Ал үлкен бөлігін жаятын боламыз. Астына міндетті түрде пергамент қағазын салған жөн. Қамырдың үстіне табанын қақпағын қойып, осылайша ізін түсіріп аламын. Артынан видеодағыдай кесетін боламыз. Әрқайсысының арасы 1-1,5 сантиметрдей болуы қажет. Әдемі етіп өретін боламыз. Ол үшін бір бөлігін оң жаққа жабыстырамыз. Ортасынан біреуін тастап, келесін сол жаққа жабыстырамыз. Ал ортасындағысын оң жаққа. Барлығын осылайша асықпай әдемі қылдырып өріп шығамыз. Тосапты пирогтың ортасына салатын боламыз. Бағана қалған кішкентай бөлігін жұқа етіп жаятын боламыз. Бұл бөлігімен пирогымызды әсемдейтін боламыз. Ол үшін аралығы 1-1,5 сантиметр болатындай етіп, бөліктерге бөліп шығамыз. Осылайша сәндейтін боламыз. Артық жерін алып тастаймыз. Артық қалып қойған қамырлармен видеодағыдай әсемдесеңіздер болады. Жұмыртқаның сарысын жеке алып, үстіне 2 ас қасық сүт құйып, жақсылап араластырып, пирогымыздың үстіне жағып шығамыз. Сонда пирогымыз өте әдемі болып қызарып піседі. Алдағы видеода сіздермен пастаның дайындалу рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан да каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пирогты 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіретін боламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Сіздермен болған гүлім. Астарыңыз дәмді болсын.